Сәлем достар. Бүгін біз рационал сандарға есептер қарастыратын боламыз. Жалпы қандай сандар жиынын сіздер білесіздер өздеріңіз. Сіздер білесіздер, 5-ші сыныптан бастап сіздер сондай жиынын бастап қарастырып оқығансыздар. Яғни алғашқы сіздер қарастырған жиындарыңыз ол натурал сандар жиыны. Яғни санауда қатысатын сандар жиынын біз натурал сандар жиыны деп атаймыз. Оны n әрпімен белгіледік. N әрпімен натурал сандар жиыны бұл. Ішінде там 1, 2, 3 арқады кете береді, яғни санауда қатысатын сандар. Екінші өткен жиындарыңыз ол сіздерде бүтін сандар жиыны. Яғни натурал сандар жиыны да бар ішінде. Және одан бөлек 0 саны және осы санауда қатысатын сандардың қарама қарсы сандары, солай ғой, теріс сандары. Ондай жиын бар бұл жерде. Бұл бізде оның қандай әріппен белгіледік? Z әрпімен белгіледік. Солай ғой, бүтін сандар жиынында. Бұның ішінде санауға қатысатын жиындар да бар, міне көріп отырсыздар. Және одан бөлек мына бос жерде 0-ден бастап ары қарата -1, -2 ары қарата теріс сандар жататын жақта. Түсінікті ғой. Енді бүгін сіздер иррационал сандарға есептер қарастыратын боламыз. Иррационал сандар дегеніміз не? Иррационал сандар дегеніміз, яғни шексіз, периодсыз ондық бөлшектерді біз иррационал сандар дейміз. Ал рационал сандар дегеніміз не? Рационал сандар дегеніміз ондық бөлшектер, шектеусіз емес ондық бөлшектер. Солай ғой. Оның жалпы рационал сандар мен иррационал сандардың жалпы жиынын біз нақты сандар жиыны деп атаймыз, және оны біз қандай әріппен белгілейміз? Рационал сандарды айтылайық. Рационал сандарды біз Q әріппен белгілейміз, яғни оның ішінде болады натурал сандарды жатады, оған бүтін сандарды да қамтиды, одан бөлек бөлшек сандарды қамтиды. Түсінікті ғой? Яғни мынандай сандардан бөлек олардың арасында, мысалы 1 мен 2-ның арасында қаншама бөлшек сандар бар, мысалы ондық бөлшек сандар бар. Соның барлығын мысалы қамтитын рационал сандар жиыны бар. Одан бөлек рационал сандар мен иррационал сандар деген бар. Одан бөлек иррационал сандар одан бетер кеңірек қарастырамыз жиынымызды. Ол уже бізде нақты сандар болып аталады, оны R әрпімен белгілейміз. Яғни бізде бастайды натурал сандар, одан кейін оның барлығын қамтитын бүтін сандар болады, оның барлығын қамтитын рационал сандар болады, оның барлығын қамтитын нақты сандар бар. Нақты сандар деп тұрмыз, оның ішінде иррационал сандар да бар, рационал сандар да бар деген сөз. Түсінікті ғой? Енді біз бүгінгі есебімізді иррационал сандарға арнаймыз. 1-42-ші есепті мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. 1-42-ші есеп оқулықтарыңыздағы түбірасты 3-тің иррационал сан екенін дәлелдеңдер дейді. Дәлелдеу керек. Иррационал сан екенін дәлелдеуімізге қалай дәлелдейміз? Ол үшін кері жоримыз. Математика кері жору әдісі бар, яғни белгілі бір нәрсені дәлелдеу үшін соған қарама қарсы шешімді алып, солай дәлелдейміз де, соған ең соңында қайшылыққа келеміз. Қайшылыққа келсек, онда бастапқы тұжырымымыз дұрыс деген сөз. Яғни не дейміз? Түбірасында 3 рационал сан болсын. Яғни түбірасты 3-тен болады m бөлінген n, яғни өзара қысқартылмайтын сан болсын дейміз. Бөлшектер өзара қысқартылмайтын сан болсын. Бізде n-міз бізде натурал сан, m-міз бізде бүтін сан. 2 жағын квадраттайтын болсақ, түбірасты 3-тен 3 шығады, m квадрат бөлінген n квадрат. Бұдан шығады 3n квадрат тен болады m квадрат. Бұл жердегі n да, m да бізде жұп. Бұдан жұп. Бұл біздің қысқартылмайтын деп қарастырдық қой, соған қайшылыққа келдік. Олай болса,
тұбасты 3 бізді иррационал сан. Келесі есеп 1/49 есеп қысқартылмайтын бөлшектер берілген n бөлінген n және k бөлінген p. Осы бөлшектердің қосындысы олардың көбейтіндісіне тең болатындай шарттарды алыңдар дейді. Және екінші тапсырма бұлардың айырымы олардың көбейтіндісіне тең болатындай шарттарды алыңдар деген тапсырма берілген. n бөлінген n қосылған k бөлінген p тең болады екеуінің көбейтіндісіне n бөлінген k бөлінген n көбейтілген p-ға. Не істейміз екеуін? Осыдан шарт шығаруымыз керек осы теңдіктен. Осылай екеуі тең болатындай шартты алыңдар деп тұр ғой бізге. Так, не істейміз? Шарт ортақ бөлімге келтіреміз. Бізге керегі np болады. Ортақ бөлшегі мына жерде mp қосылған kn тең болады mk бөлінген np-ға. Бұдан шығады не? m көбейтілген p қосылған k көбейтілген n тең болады m көбейтілген k-ға. Міне шартымыз алынды. Екеуі тең болу үшін мына шарт орындалуы қажетті және жеткілікті. Так, келесі айырымы минус k бөлінген p тең болады m көбейтілген k бөлінген n көбейтілген p. Дәл солай ортақ бөлімге келтіреміз. np mp болады минус kn тең болады mk бөлінген np. Бұдан шығады қандай шарт? mp минус kn тең болады mk-ға. Мына екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді, жойылып кетеді. Солай мына екінші шартымыз шықты. Айырымы mk-ға тең болып, қосындысы да mk-ға тең болуы қажет және жеткілікті. Келесі оқулықтарымызда 1/52 есеп. 1/52 есеп не дейді? x1 саны, бізге түбірасында a саны берілген, a үлкен 0-ден. Арғырады x1 саны түбірасты a мен a-ның артығымен жоқтап алған мәні болсын дейді x1-іміз. Енді дәлелдеу керек бізге, дәлелдеу керек. a бөлінген x1-дің түбірасты a санын кемімен жоқтау алынған жоқтау мәні екенін дәлелдеуіміз керек біз. Қалай дәлелдейміз? Мынадан шығады. Мынаған назар аударамыз. Осыны кер сан түрінде жазады, яғни төңкереміз деген сөз. Яғни не болады? 1 бөлінген түбірасында a, таңба теңсіздік таңбасы қарама-қарсы ауыстырады өткен төңкергендіктен астын мен үстін үлкен болады. 1 бөлінген x1-ден. Енді екі жағын көбейтеміз a санына. a бөлінген түбірасында a үлкен a бөлінген x1-ден. Солай ғой? Енді мына екеуі қысқарады. Қараймыз дәрежелердің. Мынау a 1 дәрежесі, мынау 2-ден 1 дәреже қысқарады. Түбірасында a қалады. Түбірасында үлкен a бөлінген x1-ден. Міне алдық. a бөлінген x1 кемімен алынған жуық мәні түбірасты a-ның. Мынау x1-іміз артығымен алынған жоқ. Мінекей достар, иррационал сандарға арналған есептеріміз осымен тәмам. Сіздердің көп уақыттарыңызды алмайын. Менің видеомды до конца қарауларыңызға кеңес беремін. Түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазыңыздар. Қарағыңыз келген қиын деп тапқан есептеріңізді комментарияға жазып жіберіңіздер. Мен эфирге алып шығамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.